Достар, ассалаумағалейкум. Комментарияма, инстаграмма соңғы уақыт көп жазат. Автоэлектрика бастау үшін қандай құралдар керек? Енді мен қысқаша түсіндіріп кетейін. Өзім негізінде көп автоэлектрика жұмыстарымен, генератор, стартерлермен және лампалармен көп шұғылданбаймын. Оларды көмекшім бар, сол жасайды көбінесе. Мен тек жаңағыдай компьютер, АБС, СРС, прошивка және кілттермен айналысамын. Ал мына инстаграмна Қырғызстаннан көп жазады, Өзбекстаннан көп жазады, сосын Алматы, Астана, Батыстан көп жазады. Қандай құралдар керек екенін бір толығырақ айта кетсең деп. Менің ең бірінші құралым бұл мындай контролика. Ол 1000 теңге. Басында мен бұны 500 теңге алған болатынмын. Енді өзіңіз білесіңіз, плюс, минус, сигнал, масса дегендей тексеретін. Өстіп тексеретін. Бұл уже батарейкасы өліп қалған. Менде көптен бері тұрғандан. Бұл мысал үшін 500 теңге. Осындай керек болады тестер. Сосын бір паяльник керек болады міндетті түрде. Минимум 2 қысқаш жақсы. Ал набор қысқаш болса тіпті керемет болады. Басы жіңішке, қалың түрі бар, ұзын түрі бар. Әртүрлі қысқаштың түрлері көп қой. Негізінде көп болған сайын өзіңіздің жұмысыңыз жеңілдетеді. Және де мынандай тестерлерім бар. Осындай тестермен қозғалсаңыз болады. Мен бұны Алиэкспресстен алған болатынмын. 2000 теңгеге. Бұның ішінде 21 ваттық лампа бар. Бұл енді кішкентай андай предохранитель немесе подфарниктер қарауға болады. Басы үшкір релені предохранитель блоктар тексеруге болады негізінде, бірақ мен көп қолданбаймын бұндай заттармен. Сондықтан және де мынандай пин выдиратель дейді. Бұл да Алиэкспресстен сатылады. Осы 30-40 штугы 2000 теңгеге шыққан шығар маған бір жыл бұрын. Бұл мысал үшін мына ОБД радиом немесе мама, папа компьютердің түбіндегі штекерлердің сымдары келеді ғой. Соны сымдар үзілсе немесе тағы басқасын жаматып жаңадан қойғыңыз келсе, мынандай сыммен бүйтіп итеріп шығаратын пин выдиратель дейді. Экстрактор деп айтады кейбіреулер. Әртүрлі адамның айтады. Және де осы өте керемет зат. Мен де осыны Алиэкспресстен алғанмын. Мына жерге сым ашып, мына жерге тығамыз да сымды бүйтіп жоламыз. Қысқашпен я пышақпен кескенше алып жібереміз. Сосын мына жерде мама папа бар. Мен бұл қысқашты мынандай үшін алдым. Мына мама папа үшін алдым негізінде. Бұл да кейде керек болады. Мысалы үшін мынандай айтайын сіздерге. Мына басындағы сым кигіземіз ғой мына жерге. Білетін шығарсыңыз. Сосын осы жерге келіп тағып мынаны басын қысып береді. Мына колхозбай қысқашпен қысқанша мынаумен қысуға болады. Және де мынау набордан шыққан ішінде автоэлектрик емес, кәдімгі электрикаға арналған жәшік ИФТО деген. Осы қысқашта соның ішінде шықты негізінде. ИФТО дейді. Бұл мастердом, строймарт дүкендерінде строительный таба аласыңдар. Мен бұны 5000 алған болатынмын. Қазір қымбат шығатын шығар. Сосын мынандай тексергіш бар. Бұларды әртүрлі бір кернеумен тексереміз. Бұнымен мен негізінде мына штекер коннекторлердің, датчиктердің бастарын, датчик детонации, және де распредвал датчик, коленвал датчиктермен тексерем. Өте керемет құрал. Бұнда мен Алиэкспресстен алдым. Виши 9805А деген тексерткіш. Бұл маған 7000 бекен 6000 теңгеге түсті. 5 жыл бұрын. Сосын бұл менің көрерменім маған подарка берген. Мына кабель трекер дейді. Мына үзіліп қалған сымдардың тағы да қасында насадкасы бар. Ол коробкаде мен оны артынан шығарып көрсетерім. Бүйтіп басып тұрасында бүйтіп тексересіз. Мына ішіндегі үзіліктер болса, соны табатын кабель трекер дейді. Мен негізінде шынымды айтайын, қолданып көрмеппін бұны. Артында мынандай крона батарейка саламыз, 9 вольттық. Сосын қасында тағы біреуі бар. Құрал, мысал үшін ток питание болмай тұрған болса, соны екі жағынан жалғайсың да, сосын мынаумен тексересің, қасындағысы. Және де сосын
автоэлектрик бастайтын автоэлектрикке мынандай минимум осындай бір лупа керек болады. Бұл өте керек болады. Мысал үшін микроскоптарыңыз болмаса, платаны тексерген кезде окисление бар ма, пиндердің окислениесі бар ма, енді біреу қолданады, біреу қолданбайды. Бұл енді по желанию негізінде керек, өте керек нәрсе. Осындай лупа керек болады. Және де бұнда мен Дина супермаркеттен алған болатын. 600 теңге. Отверткілердің түрлері, екі фигурный, екі жалпақ отвертка. Бұл енді көп қолданбаймын. Әлі де коробкада тұр, экспонат ретінде. Сосын және де мынандай бір набор керек болады сіздерге. Бұл 5000 теңге кәдімгі көлік базардан алсаңдар болады. Мен қазір қысқа енді гаражда қалды. Барлық комплект осындай болып келеді. 5000 екен, кейбіреулер 3000-нан аламын дейді, кейбіреулер 5000-нан аламын дейді. Осындай бір минимум набор керек болады. Себебі мына катушка ашқан кезде, жаңағыдай датчиктерді ашқан кезде өте таптырмайтын кілттер болып келеді. Қасыңызда егер гараж ашқан кезде көрші мотористердің, катаушниктерін сұрай бермейсіңіз, мынандай кілт бере тұр, мынандай кілт бере тұр деп. Оларда бір береді, екі береді, содан кейін 3 әріпке немесе 5 әріпке жіберу мүмкін, алып өзің деп. Осы міне. Сосын менде мынандай екі тестер бар. Бұл дроссельный заслонка, VVTi датчиктер тексеретін құрал. Ал бұл менің бейнемде, видеоларымда көріп жүрген шығарсыңдар. Бұнымен мен катушка тексеремін. Мерседестің катушкалары, Тойоталардың, Ладалардың, Киялардың катушкаларын тексеретін құрал. Бұл жерде міне Мерседестердікі 3 пинді, Тойоталардікі Мерседестерді тексереміз. Ал мынау 2 пинді Kia Hyundai'лар тексеретін катушканың аппараты. Ал бұл менде бұның қолданылатын әдістері көп. Дроссель, мысалы үшін датчик холла, VVTi, жаңағындай тағы да педальдар тексеруге болады. Бүйтіп өзінің пиндары бар, жалғап, жаңа сымдардың шеттерін тығасың да жалғап тексере беретін. Соңғы алған наборым бар, және де бұл енді по желанию, кімге ұнайды, кімге ұнамайды. Мен мысал үшін жаңағындай ішіндегі лампыларды қараймын, немесе бензонасостан келе ма, келмей ма, ток бар ма, ток жоқ па, соларды қарайтын мына Autel PS100 деген мультиметр тестер деп айтады. Бұның ішінде осциллограф тексеруге болады. Кішкентай енді форсункілерді тексере алмайсың, 1 мегагерцке дейін сигналдар тексеруге болады. Мысалы үшін жаңағындай, қалай айтсам болады, жаңағындай VVTi кішкентай клапандарды, датчик детонации бар ма, импульстар жоқ па. Мен қазір сізге қосып көрсететін аккумуляторым болмай тұр қасымда. Бір реті келген кезде бұған бөлек видео түсіретін болам. Autel PS100 кабель 4 метр, және де қасында 6 метр кабелі қосылып келеді. Олар енді 40 мың бекен, сол шамада тұрады. Сол негізінде өте керек зат. Мына екеуінен бастасаңыз болады, бірінші мына тестермен, мына тестермен. Енді ол әркім по желанию. Кейбіреулер осымен жақсы көреді, кейбіреулер осымен жақсы көреді. Мынаның бір жақсысы, жаңағындай вольт тексеруге болады. Сосын осциллографпен кернеу тексеруге болады. Және де ом метрі бар, сопротивление дейді ғой. Соны тексеруге болады. Мысалы үшін датчиктермен тексеруге болады көбінесе, сопротивление бар ма, жоқ па. Және де заттарды, катод генераторлардың заттарын тексеруге болады. Әртүрлі енді бұның құралы айтатын YouTube'дан таба аласыңдар. Қандай пайдасы бар екен. Бұл аты Autel PS100 деп, PowerScan 100 деген атауы бар. Инстаграмнан немесе YouTube'дан өзіңіз тауып, Ресей орыс тілдерінде көп обзорлар бар. Сол туралы іздесеңдер болады. Осы мен сіздерге минимум автоэлектрика бастау үшін, автоэлектрик болып жұмыс жасағыңыз келсе, минимум құралдарды айтып кеттім. Енді комментарийда жазасыңдар, мен не ұмытып кетіп жатсам, не керек екенін балдарға керек болады. Сондықтан
толығырап комментарияға жазып кетіңдер егер не ұмытып кетсем. Мен негізі осы приборлармен кейде айналысамын. Жаңағыдай тестер бірінші орын, сосын мама папа керек болады. Бұда Алиэкспресстен алдым мен 1000 теңгеге, ұмытып қалдым нақты неше екенін. Сосын бір паяльник керек болады. Жаңағыдай мынау менде паяльнигім негізінде басқа, және лабораторный блок станция бар. Бұл менде оловатсос, мынандай жаңағыдай пиндерді шешіп сорып алады. Пайкілердің бәрін сорып алатын менде паяльник болады. Сосын бастапқы жаңағыдай мынандай флюс салсаңыздар болады. Бұл 500 теңге екен. Паяльникке керек болады. Және де алюминий пайкілейтін болып жатсаңдар, низкотемпературный для пайки алюминия деген бар флакон. Бұл да 570 теңге тұрады. Мен базардан алған болатынмын. Сосын по желанию мынандай набор отвертка керек болады. Мен мынаумен көп қолданбаймын. Сондықтан кімге керек болсаңдар, алсаңдар болады. Және де бір мынандай припой алсаңдар болады. Менде припойларым көп. Әртүрлі айтайын қай жерде екен. Әртүрлі припойларым бар. Бірақ бұларды мен компьютер ремонттау үшін қолданамын. Бұл бөлек тема негізінде. Мына мотор-дата, автодата деген сайт керек болады. Схема. Бұл өте керек нәрсе. Себебі бізде грузин, армян көліктері бар. Мына Альфард мысал үшін. Қазір Альфард көлік мысал үшін. Солардың схемаларын қарауға болады. Моторды қарауға болады. Система управления АКПП қарауға болады. Мысал үшін мына сымдар, мына компьютерге, автомат компьютерге келіп тұрған сымдарды көруге болады. Қайсы сым, қайсы датчикке жауап беретін, барлығын көретін мына құрал болып келеді. Қазір мен мынаны интернеттен дұрыс ұстамай тұр, екінші Wi-Fi мен кіріп көрейік. Мысал үшін Nissan, міне Nissanға Almera бар, Almera Classic, Maxima, өте көп ассортимент бар бұл көлікте. Бұл аты мотор-дата деген бар. Мотор-дата. Бұл сайттың ақылы 100 мың бекен, 120 мың теңге жылына сатып алсаңдар, өкінбейсіңдер. Мысал үшін жаңа айта кеткендей, Альфард 2002-ден 2008-ге дейін схемалары бар. Мынандай журнал, басқа зат алғаннан бәрі осы жерде схемалар бар. Мысал үшін міне 3-тік мотордық бар, 2-4 мотордық бар. 2-4-ке барамыз, қайсым қай жерге жауап беретін, барлығы мына схемада көрсетілген. Міне мысал үшін мына форсунка, міне 3-ші форсунка, 4-ші форсунка қай пенге барады, 4А дейді. 4А болса пен датаға барамыз. Міне 4А осы сымнан шығатын сым форсункке жауап береді. Сигналы қандай болып келетін, барлығы осциллографпен бейімделіп көрсетілген болатын. Және де тағы осылай міне тек қана форсунка емес, бұл жерде блок, водительский блок қандай, мына предохранитель қай жерге жауап беретін, қай жерге баратын көрсетілген. Және де датчиктері бар, кондиционердің компрессорға келетін датчиктері бар. Қысқаша айтқанда керек сайт бұл. Мысал үшін міне бұларда система управления двигателіндерде қандай проблемалар кездескен, қандай проблеманы айыру үшін не істеу керек екен барлық жазылады. Сосын қандай предохранитель блоктары тұрғанын көрсетіледі. Қысқаша айтқанда өте керек сайт. Осымен толығырақ сіз автоэлектрикамен айналысасыңдар. Және де міне бізге келетін көп машиналар, бұлар мысал үшін Renault'лары бар. Мысал үшін Renault'лардың дроссельдері қуып кетеді, білесіңіз ғой, педальдар аназат спираль жанып кетеді. Сол спиральді қалай кетіруге, қай жерге блок предохранитель, қай жерге реле қойсаңдар болады. Соның барлығы мына сайтта көрсетілген. Дастарды басамыз. F4-ге қозғалтқыштың әртүрлі
наименованиесі бар. Дизельді керек па, бізге бензин керек па? Мысалы үшін К4 рем көп қолданылады, бірде 6 объем. Соның схемалары да бар. Соның толық қай жерге жауап беретін, қай жерге тексеретін құралдары в общем көрсетілген. Осылай міне осындай құралдар керек болады. Инстаграм, WhatsApp комментарий көп жазасыңдар, сондықтан мен сіздерге көрсетіп жатқаным қандай құрал керек екен. Қысқаша айтқа кеткенім, моторлата керек болады, міндетті түрде осы құралдардың керек болады. Сосын бісміллә деп сәл-пәл бір миы болса алып келетін. Себебі клиенттің көлігі бұл аманат. Біз оны қолға алғасын толықтай жауап береміз. Шайлап, дұрыстап қарап, бір жерін күйдіріп болмай тестермен, бір жерін шығарып болмай мұқият болған дұрыс бірнеше автоэлектрикамен айналысу үшін. Осылай міне достар, 15 минуттық видеом шықты. Енді кім артына дейін көргендерге рахметін білдірем. Қысқаша видеомды шығаратын болатынмын. Ал сіздерден аман саулықта кездесейік бұйырса. Келесі видео шыққанша дейін күтіңіздер, комментарий жазыңдар, лайк басыңдар, дизлайк басыңдар, пікіріңізді білдіріңдер. Бәрін оқып келісетін боламын.